Махаббат қызық хикая. Алпыс бірінші бөлім. Қайда барамыз? Қарындас, көмек керек пе? Жақындарыңызға хабарласайын ба? Сіз жүре беріңіз. Мен сәлден соң түсем. Қалауыңыз білсін. Синан, қайда барасың бауырым? Білмеймін. Әрине, ол жер біз үшін қымбат еді. Екеуміз үшін де қымбат еді, түсінем. Шаршап тұрмын. Жайыма қалдырыңдар. Синан, мен сені мына түріңмен ешқайда жалғыз жібермеймін. Білент, бүгін мен тек рестораннан ғана айырылған жоқпын. Сүйген қызымды да уысымнан шығарып алдым. Сондықтан мұрша бер. Біраз оңаша қалайын. Білент, сақтандыру полисі бар шығынды өтеп береді екен. Қасақана өртелді ғой. Өтесе де материалдық шығынды өтейді. Көрген бейнеттің ақысын кім өтейді? Оның рас. Ал, қызым, тұтқан, ал. Алмайды, ырза, жынданатын шығармын. Қыздар, сендерді хабарласып көріңдерші. Сабырға келейік, біраз оңаша қалып өзіне келсін, жарай ма? Бізге өзі хабарласа жатар, жарай ма? Ырза көке жауап бермейді. Үйге қайтқан шығар. Қыздарды апарып тастап, үйге қарай тартайық. Жарайды. Сіздер де қамықпаңыздар, жарай ма? Біреуіміз хабар алсақ, бірден айтайық, жарай ма? Мақұл, үйде болуы тиіс. Ellerin, kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünle karşı koysan da, seni acımasız sevdaya salar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Ay. Сөмкеме салдым дедің ғой. Ұшып кетті ме бұл көзілдірік? Ай, менде қайбір ес қалды дейсің. Қара, көзілдір көзінде. Байқұс-ай, барып айтсам қайтеді, босқа ұрысып қалмасын.
Ал керек болса, Хаким бей, мойныңда ілулі ғой. Ойбай. Қит етсе, бұлқан-талқан боп шыға келесің. Көз алдыңда тұрған нәрсені көрмейсің. Менің көзім көрмейді, ал сен ше. Сен қалай көрмейсің? Көз алдыңда тұр ғой. Қыңырсың ғой, қыңыр. Әне қара, тура сен сияқты. Сен Не сияқты. өтірік пе? Қыңырсың ғой. Ешқандай да қыңыр емеспін, неге түсінбейсің? Тек өзімдікін құп көрсем оңайлықпен жеңілмеймін. Оның несі жаман? Браво саған. Осы күнге дейін қыңыр деген сөздің мағынасын ешкім бұлай ашпаған шығар. Бәрекелді. Яғни, келешегіміз көз алдымызда зуылдап өтті. Охо, біз қартайғанша алдымызда не күтіп тұр екен? Не күтіп тұрғанын білмеймін, бірақ үнемі осылай жайқа жасып жүре берейікші. Қараспанды төндіре бермейік, жарай ма? Жарайды. Келешегімізді білесің бе? Әлі балаларымыз болады. Оларды жеткіземіз. Екі бала. Түсімде көрген, бірақ ұлма қызба айтпайым. Өйткені көз тиюі мүмкін. Ал мен ондайға сенем. Жарайды, айтпа. Сосын немерелі боламыз. Сосын ене атанасың. Мына мінезіңмен қазымыр ене болатын шығарсың. Аман болыңыз, Аспаз бей. Болайық. Сен де аман бол. Бәріміз аман болайық. Haklısın, biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak aştık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da dünyasını yeniden kursa da düşler de gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız, benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Су іш. Сухейлі тәте, сіз алаң болмаңыз, келеді ғой, міндетті түртеге келеді. Еш уайымдамаңыз, жарай ма? Жарайды, біз сізге хабарын берерміз. Уайымдамаңыз, бай-бай. Келмеп пе екен?
келмепті. Жоқ, есімнен адасатын шығармын. 1000 рет хабарлама жаздым. Жаза бер. Айтпақшы, сендер не істедіңдер? Синанмен сөйлестіңдер ме? Жоқ. Бұл неткен бейғамдық? Ойпырмай, не болды жаным? Әпәйдік адам. Синамен сөйлескем. Оңаша қалғысы келеді, бәрі дұрыс. Мінеки, осы ма бейғамдық дегенің? Жоқ, әрине, бұл бейғамдық емес. Бұл бейғамдықтың атасы деуге болады. Симош, мен олар түсінетін тілмен айтайын. Хаканжан, мұндай кезде алғашқы көмек көрсету өте маңызды. Сол жерде, сол мезетте көрсету керек. Әйтпесе науқас өлет бітті. Неге олай қарайсыңдар? Қисынсыз бір нәрсе айттым ба? Қисынсыз нәрсе айттың, әрине, Башак. Ресторан өртенді. Соған жанымыз күйіп отырса, қайдағы жоқты айтып. Белентікі дұрыс. Сендер Пеленге біраз уақыт беріңдер. Жоқ, бізде олай болмайды. Осы қазір хабарласшы, Пеленге хабарлас. Дамыл берме, тұтқан алмайынша хабарласа бер. Хабарласам, әрине, жайына қалдырмайым. Немене бажыраясың? Не бопты? Барып тұрма? Барып тұр. Ай, қызым, ай. Қызым, қайда жүрсің? Ойымда бөлдік қой. Қоя тұрса, бірден басталғаның не? Жаным, неге өзіңді жегідей жей бересің, а? Менде бәрі жақсы. Содан ба жауап бермей қойғаның? Оңашада ойымды жинақтағым келді. Сен уайымда бөлдік қоя алтыным ау. Сухилі тәте құдай үшін келді деңіші, жанымды қоярға жер таппай отырым. Келді Башақжан. Бишара жылай сілесі қатыпты. Ой, жаным ау, сол жарайды. Қазір барамыз, онда күтіңіздер. Берші. Башак, мен Пелене. Ай, Пилошым, қалайсың, аманбысың, жаным, біз қазір барамыз, жарай ма? Башак, доқта, қоя тұр. Симайы жаныңда ма? Жанымда? Берейін бе? Жоқ, телефонның даусын қаттырақ шығаршы. Жарайды, мақұл. Даусын шығар дейді. Жаным, естіп тұрмыз, айта бер. Осы уаққа дейін қиын қыстау кезде жанымда болдыңдар. Боламыз, әрине, бұл біздің міндетіміз, Пилошым. Бірақ бүгін ондай күн емес. Қыздар өтіне маған ренжімеңдер. Мен шынымен оңаша қалғым келеді. Ой, жоға жаным. Бүгін сенің көңіл күйің жоқ, содан осылай айтып тұрсың. Негізі ол күн бүгін емес. Яғни біз сонда барамыз, тіпті жүгіріп барамыз, телефонды қоямыз да барамыз. Жүгірмек түгілі құстай ұшып барамыз. Иә, солай. Қыздар жоқ, қажеті жоқ. Келмей қойыңдаршы. Кейін сөйлесейік, жарай ма? Өтінем. Мені де түсініңдерші. Қоя салды. Басы қатып жүр. Ай, Ырза. Бұл қыздың жағдайы мәз емес. Көзінің нұры сөнген. Ырзажан, жылайды, сықтайды, ақыр соңында бақытты болады. Жақсы жағында ойла, әлгі жықсыздан құтылдық. Иә, шын айтам. Апа, мен ұйықтайым. Қызым, Пеленжан, ұйықта.
Ұйықтай бер жарығым, біреу саған ұйықтама деді ме? Мынаны көзіңе басайық, сосын ұйықтай бер, жарай ма құлыным? Ол не тағы? Қара, былай қарағанда темір қасық боп көрінгенмен негізі әйел затының құпия қаруы. Бүгін жылап көзіңі ісіп кетіпті, тоңазытқышқа салған мына қасықты көзіңе осылай басамыз, ісіктен түк қалмайды. Содан басқа дертім жоқ еді. Рахмет. Кел, басайын. Басайын ба? Қып-қызыл шыған сұмдық. Болмайтын кезде сонша шығын. Сақтандыру полисі өтейді дейді. Бұрынғыдай бола ма? Бұл мүмкін бе? Әй, қайдам. Синанды көрсең ғой. Боп-бос. Өңі қашып кеткен. Бітті бәрі. Құрыды. Аднан, неге осы баламыздың жолы болмай қойды? Неге? Қасиетті Рамазан айында дүниеге әкелдім оны. Неге соры арылмай қойды? Бір күн күлсе, 10 күн жылайды. Саған айтпай жүредім. Әлгі қыз тағы пайда болды. Бірақ ол армандамасын. Өлсен де жолатпайым, тіпті маңнан жүргізбейм. Олымды ренжіткені жетер. Мен ол баланы көшеден тауып алған жоқ. Ешкімді басындырмайым. Мықты болса маған келсін. Дұрыс па? Қазір балайында болуым керек еді. Мұнда не қып отырмын? Жөндеу жұмыстары неге бітпей қойды екен? Жаным, ресторан өртенді, хан сарайында филия өртенді. Біраз мұрша бер, қайғымызды басып алайық. Жоқ, болмады бұл. Мүлдем болмады. Әлде не қылсақ бекен, ажырассақ бекен? Башак, бұл жолғы сандырағың бұрынғыларыңның бәрінен асып түсті. Жаным, ажырасайықшы. Башак, сен кеше не іштің, соны айтшы. Айналайындар, мен ғана ма өзімді жайсыз сезініп жүрген күні кеше ғана тұрмыс құрдым, үйлеріңде не қыр жүрім? Оның ұят енді. Ой, пырмай, оның не сұят екен? Қай жер ұят? Үйлерің балайы мекені ме? Жарайды, олай деуге келмесе де, бұл үйдің де құты мен берекесі бар, Башак. Солай ма? Мысалы, сен балайында Пхукетте демалып қайтқан күйеусің, ал менің күйеуім қайтсын. Филиясы өртеніп Хакан мен Симоштың үйінде отыр, бұлай бола ма? Біз бұлай істейік, өтінем, Жоқ, менің жағдайым жақсы. Пхукетіңе бармасақ кем болмаспыз. Менің халім жақсы, уайымдайтын дәнеңі жоқ, бәрі керемет. Жаным, ау, мені ренжіттің келмегесін солай айттың ғой. Онда бұлай істейікші. Не істейік? Ажырасайық, ең дұрысы осы, сосын қайта үйленеміз, өтінем. Тыңдап тұрмын. Сен не деп сандалып отырсың? Баланың ойныма саған ажырасып қосыла салады. Тыңдашы, үлкендеріміз қалай басталса, солай жалғасады деуші еді ғой. Біздікі өте жаман басталды. Әлгі Джейда құртты ғой бізді. Істегенін Құдай алдына келтірсін, қолы сынсын мыстанның, жазасын тартса екен деймін. Ой, Аллай. Достар, Джейданы ұстапты. Оппа! Жарайды, онда былай істейік. Ол жазасын алсын, біз не қылайық? Былай істейік. Осы тартқан азабымыз жетер, меніңше әрекетке көшейік. Я, біз бүйтейік. Ендеше біз Пелинге барып, әлгі жаман ойдан арылтайық. Ал сендер Синанға барасыңдар, жарай ма? Келісем, сендер Синанға барыңдар, темірді қызған кезде соғу керек, кет. Дастархан жинай саларсыңдар. Жарай. Ал көріскенше. Жинап жіберейік. Апам жіберді ме сені? Жоқ. Онда таңғасқа шақырмақсың. Әке, ештеңе ішпеймін, аш емеспін. Ішпе. Аш болмасаң таңғасын ішпей-ақ қой.
Кешкісін саған күштілеп тұрып кәуіп пісірем. Апаңды ештеңе дей қоймас. Қабағыңды түймешенді, қызым. Сен жымайсаң, көңілім шайдай ашылады. Мен үшін жымайшы. Тәке, өзегім өртеніп барады. Мына жер, мына жүрек қалай сыздап жатқанын білсең ғой. Мен сен анды шын сүйеді екем. Бұл дерт қалай жазылады? Сен анды қалай ұмытам? Қалай айығам? Қалай айығам, әке? Жаныма батып барады, әке. О, татуласу құрметіне бөрік пісіргенсіз бе? Дұрыс таптың, бірақ саған емес. Мұны Синан үшін пісірдім. Түсіндің бе? Дәмауыз дейін дегім. Дейді, мынауын қоймайды екен. Жабылды. Тапсырыс иесіне табысталмайынша қақпағы ашылмайды. Онсыз да сіркем су көтермей тұр. Енді сен жыныма тиме, ұқтың ба? Не болды? Ештеңе болған жоқ, қалқам. Ештеңе. Мен сөмкемді дайындайын. Сен сосын мені таксиге отырғызып жібер, жарай ма? Жарайды, апа. Не болды тағы, неге шала білініп жүр? Ойбай, аса қымбат бөректеріне тиіп едім. Әлі күнге дейін үйрен алмадың ғой. Синанға бөрек пісірсе ешкімге бермейді, мінезін білесің ғой. Жаным, ботам, ботақаным, қап-ай. Оның не? Не болды? Жерге түскен нәрсені аузына салғаның не? Аузына микроб түспей ме сосын? О, тоба. Микробтармен қашан танысады сонда? Аузына сала берсін, сонда иммунитеті мықты болады. Өз кезінде танысып дос болуға үлгереді. Апаңның әр айтқан сөзіне ере берме. Бер баланы, бер. Саған алған кітаптарды оқып көр. Ой. Құдая тоба. Ішіңде қалып қойды ма? А? Кеше айтылмаған нәрсе іште қалып енді келіп тұрсың ба? Ұрсуға келгем жоқ. Кербезім, біздің арамызда ұрыстан басқа диалог болмас сірә. Мені бір тыңдасаңыз түсінесіз. Сенмен сөйлесетін түгімде жоқ менің. Жолымнан былай тұрғаны. Өзі такси керек боп тұр еді, келгеніңді пайдаланып қалайын. Олай етуге бола ма? Неге болмас қашаным? Қызым, аш мына есікті, аш қарағым, аш. Апаламай қоя тұр, ұста мынаны. Бұл менің таксиім. Сен бұл көліктен түскелі қашан, Кербезім? Басқа такси шақырғаным жөн болмас па еді? Көп сөзді қой, жаным. Әкел бері балдағымды. Қане. Жарайды, қызым, үйге бара бер. Өзім жетіп алам. Бұл менің таксиім, деді Мелиха ханым. Не жазып ем, сонша мынау қақылдап қоймады ғой. Шопыр қарағым, мына ханым көліктен түспеп беді. Мына көлік бос көлік саналмай ма? Сосын мен отырмап бем. Бірдеңе десеңізші. Оныңыз рас. Ауданымыздың таксиі айтсаңызшы, Шопыр бей. Ол да рас. Қай аудандікі болса да шатағым жоқ, не көкіп отсың. Сен түстің, мен міндім, көлік менікі бітті.
жүре беріңіз Шопыр бей, сізбен сөйлесуім керек. Ай, мына қырсықты қара сақтай көр Алла, әлі сөйлесем дейді, өлтіріп тынарсың. Мелиха ханым сөйлесеміз дедім, жүре беріңіз Шопыр бей. О, жаратқан ием, сен маған сабыр бер, әлі сөйлесеміз дейді, о, тоба. Бірге саяхат құруымыз ғана қалып еді. Оны да жасадық. Бәрекелді. Сізбен бірге қыдыруға мен де құмар емеспін, бірақ мәселе балаларымызда. Егер сен қызыңды аулақ ұстасаң, ешқандай мәселе қалмайды. Менікі онсыз да тастап кетті ғой, өзіңіз де көрдіңіз. Жұрттың көзінше тастадым деді. Охо! Тыңдаңыз, Мелиха ханым. Мелиха ханым деймін, назарыңызды аудару үшін бұл бір стратегиялық іс. Жастардың айырылысқанына бәрінен бұрын біз қуандық. Тіпті тек біз ғана қуандық деуге болады. Неге? Өйткені ана болғасын, олар үшін ең дұрысы не екенін біз білеміз содан. Дәл солай, бірақ олар бірінші рет айырылысқан жоқ. Сондықтан әзірше қауіп сейілді деуге келмес. Бер қара. Сен өзі жөні түзу әңгіме айта бастадың ғой, а? Жалғастыра бер. Міне сол үшін сақтанғанымыз абзал. Онсыз да сақтанып жүрім. Қане ала ғой, дәм ауыз деймін адан. Жоқ, менде диета. Біз одан да мәселеге зер салайық. Ал енді ал, бір жерің ысып жүрер. Таңертең кеу балам сұрап еді, бір бөректі бермедім. Ал сенен аяп отырған жоқпын. Қадырымды біл, мен әрдайым мұндай жомарт бола бермейм. Қолыңызға қуат берсін, ас болсын. Я мәселемізге оралайық. Енді бұлары қашан көріссе, бірден татуласып кетеді. Я, 40 жыл отасқанда ажырасып жатады. Бұлар әлі айырылыса алмай жүр. Міне сондықтан күш біріктіруіміз керек. Бұл екеуін кездестірмеуіміз керек. Сосын бәрі ұмытылып кетеді. Ай, қызау, өзім сияқты екенсің ғой. Бірақ сырт көзге білдіртпейсің. Рас айтам ендеше сен қызыңа мен ұлыма ие болайын. Тек бірдеңе айтайын. Сыр білдірмеуіміз керек, өздігінен болып жатқандай. Мұның тіпті психологиялық ықпалы бар, білесіз ғой? Я, тыңда. Бұл қыздың 2 құйыршығы бар, әлгі құрбылары. Сосын менің бюлентім бір өзі жетіп жатыр. Соларға бас көз болып, уысымызда ұстауымыз керек. Мен ол жағын реттеймін, сіз алаң болмаңыз. Мақұл. Ай, мен мына жерден түсіп қалайын. Шопыр бей, келдік. Ал, іске сәт, шайқасымыз оң болсын. Болсын, аман болыңыз. Біз жүре берейік, Шопыр бей. Мынау қандай тамаша, дәмі тілі үйреді. Дәмі түсін, ай. Тоқта тұратыр. Маған бір ой келді. Жібер аттың басын іркілмей айтып сақ. Қазір ол тым көңілшек болып кетті ғой. Бір жағынан Пелемді жақтағандай боламыз, екінші жағынан сөккенде кейіп танытамыз. Иә, түсініксіз екен, ашып айтшы. Түк болмағандай кейіп танытамыз. Солай десеңші, кет. Қане? Жақ, бұл үйде тыным жоқ. Сәлеметсіз бе, көке, қалайсыз? Иә, жақсысыз ба? Көріскенше? Жақсы, бәрі тамаша. Иә. Үні шықпайды. Мүлде шықпай ма? Тым-тырыс деймін. Жарайды. Кетейік онда. Иә, кеттік. Башак менің жанымды шығарады. Кетуге болмайды. Симай да менің желкемді түзет. Синан! Синан! Пелош! Пилош! Пилош! Пилош, пилош, пилош! Пилош! Қыздар, енді сендермен алысар жайым жоқ, ұқтыңдар ма? Айтпады демеңдер.
Бірақ не ғой, Пилош, саған бірдеңе айтуым керек. Мына жанымда тұрған башақ құрбымыз бар ғой. Шашын басқа түске бояйын деп жүр екен. Қыздар, бұл жолы шынымен түсінбедім. Түсінбейтін несі бар, Пеленжан? Әйтеуір күйеуге шықтым ғой, енді шашымды сары түске бояу керек. Қойш. Сары ма, есің дұрыс па? Не деп кетті? Қыздар, мен кеше түс көрдім бе сонда? Жоқ, жаным, көргеніңнің бәрі шын. Мен тұрмысқа шықтым, сосын Филия өртенді, ал сен Синанды тастап кеттің. Мұның бәрі жай ұсақ түйек мәселелер ғой. Қазір одан да маңызды мәселеміз бар. Өмір болғасын ондай боп тұрады ғой. Иә, расында қазір одан да маңызды мәселеміз бар. Мына башақ құрбымыз Құдай берген әдемі шашын басқа түске боямақшы екен, сарға бояйын дейді. Сенесің бе? Бұл мәселеде маған қолдау көрсетуің керек, өтіне маған жақтас. Шын айтып тұрсыңдар ма? Әрине шын айтамыз, Пилош, әрине шын айтамыз. Өзіңді қоя тұр да маған көңіл бөлші. Қара басыңды ғана ойлай бересің бе? Қайткенмен мен тұрмысқа шықтым, енді байыпты келіншек болуым керек, солай ма? Егер шашым ұзын болса, қысқартып тастар ем. Бірақ қысқа шашты қысқарта алмаймын. Түбегейлі өзгеріс синдромына қарамастан шашымды сарыға бояуым керек, көмектес. Иә, Пилошым, сарға бояған не істайыры? Мені қолдап жіберші, құрбым. Жарасады. Жараспай. Қазір. Бауырым, біраз ғана. Біраз оңаша қалғым келді. Неге есік ашпайсың, бауырым? Сонша күттік қой. Күте сарғайдық қой. Сендерге оңаша қалғым келеді демеп педім. Мұның қай жер түсініксіз, бауырым. Бірақ бұйрық жоғарыдан келген ғой, түсінікті. Жұмыс жайлы сөйлесуге келдік. Жұмыс жайын ақылдасып аламыз да қайтамыз. Сосын қалағаныңша оңаша қала бер. Иә, әрі сақтандыру полисінен жақсы хабар бар. Жайдаға қатысты жақсы хабар бар. Білем, бауырым. Комиссармен сөйлескем. Иә, мынауын қуанбады ғой. Хакан, мына халіме қараш. Қуанардай жайым бар ма? Ал керек болса. Не істедіңдер? Тағы кімді ертіп әкелдіңдер? Қаласаң ашпайық. Аш, Бюлент, аш. Сендер кірдіңдер, басқалар да кірсін, мейлі. Кім келгенін қараңдар. Милиха бегім, қош келдіңіз. Милиха тәте келді. Келіңіз. Тамаша. Қош келдіңіз. Балам, сен кеше ғана үйрендің ғой, мұнда не қып жүрсің? Милиха тәтем, ол жара әлі жазылған жоқ. Жараның бетін тырнамаңыз. Әуелі не қылайық? Сен бала доғдыр емес бедің. Жұмысқа бармаушымен қарағым, ха? Қош келдің, анашым. Қош көрдік, құлыным. Ал жақсы онда, балалар. Мен келгендіктен сендерге енді рұқсат, баламмен оңаша отырып сөйлесейін. Бізде жаңа келдік. Жаңа келдік де, енді қайтайық деп тұрғанбыз. Аузымызды жиғанша сіз келдіңіз. Қане, Хаканжан, кеттік. Ал, Барыңдар. жер кеттік. Аман болыңыз. Қолыңыздан сүйдім. Бара ғой, жаным. Жақсы, сені хабарласамыз. Жақсы, аман болыңдар, қарақтарым. Амандықта жүздесейік. Сен қайдан келдің? Бір маңызды шаруаны шешіп келді, мырза. Пелин не істеп жатыр? Не істеуші байқұс. Сусыз қалған гүл секілді сарғайып қурап жатыр. Қу жаны қалды. Әйтеуір қыздар кеп бөлмесіне кіріп кеткен. Есін жегіздер. Қыздар келді ме? Ай, ырза, неге кіргізесің, ой. Алла. Найн. Эйт. Ес, міне осы. Нақ осы, Пилошым. Бұдан бұлай, емханаға осылай киініп барғым келеді. Қарап жіберші. Қыздар, шынымен мазам болмай тұр. Сендерді ренжіткім келмейді. Өтінем, мені оңаша қалдырыңдар.
Тимош, сен бұл киім жайлы не ойлайсың? Башак, Симай, дереу мында келіңдер. Тез. Мафия құсап жиналып ап не істеп жүрсіңдер? Дей! Бер қараңдар, мыстандар орталығының ең үздік мамандары. Тағы да сабан астынан су жүгіртіп жүрсіңдер ме? Құрбым екеуміз жаңа әдіс ойлап таптық. Құрбымыз Пилинге сыр білдірмей, бұл істің шешімін тапқымыз келді, Сухелі тәте. Ештеңе істемедік, имандай шыным. Құрбыларың тәуір болсын десеңдер, мына тізімдегінің бәрін орындайсыңдар. Әйтпесе бұл үйдің табалдырғынан аттап баспайсыңдар. Бет жасартатын жұмыртқа маскасы. Ол не тағы? Бұл басқа қағаз, бұл емес. Міне, қазір. Міне тізім. Ал, оқы. Шұғыл түрде шаштарыңызға бару жаңа шаш үлгісі. Айырылысу азабының Ұзақ шопинг кешкі уақытта жалғыз қалдырма, ойын сауық кеші. Мына тізімдегі іс-шараларды мұқият орындаңдар, сендерге сенем. Қане жарығым, суытпай шайыңды іш. Жаңа демдедім, бөректі де қойдым. Кел айналайын. Апа, мен кеттім. Тоқта, оразаңды ашпай қайда барасың? Бірдеңе жесеңші, ой, балам-ай. Мынаған қара, істегенін қара. Аштан аш кетті. Қане, барыңдар. Сухелі тәте, бірақ бұл адамгершілікке жатпайды ғой тәте. Ол жағын білмейм. Тізім қолдарыңда ойланып толғанып бір тоқтамға келіңдер. Барыңдар. Төтенше жағдай. Дабыл, құрылтай құрамыз. Алло, сенен жаңа ғана үйден шықты, сендерге баруы мүмкін. Оныңа ие бола алмадың ба? Оңай болса өзің ие бол. Тағы өзім жүгіретін болдым. Билет, менің шыдамым таусылды, рас айтам. Бауырым, сабаңа түс. Келгесін мен жайды түсінеміз. Әне, өздері де келді. Қазір білеміз. Жаным, тыныштық па, не болды? Ай, не болушы еді, не болады деп күтіп ең, не болады деп ойлауым мүмкін. Ойпырым, ай, өлдік, біттік деп байбаламға салдыңдар. Жетіп келдік. Не болды деп сұрап тұрмын соны. Қой, оған соқтық ба? Зығырданы қайнап тұр. Келіңдер отырайық, ентігімді басайын. Айтсаңдаршы, не болған? Сухелі тәтеден айырылдық. Толықтай зұлымдық жағына өтіп кетті. Пили мен сенен қайта табыспау үшін қолдан келгеннің бәрін істейді. Тіпті Пелсин жұбының арасын әлден ақ бұзып тынды, достар. Негізі Мелиха тәтенің де сондай ойы бар сияқты. Сендер жағдайды түсінбедіңдер. Тыңдаңдар, егер мына тізім жария болса, Сухелі тәте қолын қанға малмай тынбайды деген сөз. Ақыр заман болғалы тұр, достар. Үлкен ойыншылар ойынға араласты. Шыны керек, мына тізімнен ештеңе түсінбедім. Егер жағдай сендер айтқанда қиын болса, қолдан келер қайран жоқ. Білгендерін істей берсін. Құптайым, Билен дұрыс айтады. Бұл олардың сынағы, өздері сүрінбей өту керек. Жетісіпсің, не деп кеттің жаным, оны қайдан шығардың? Айтпа. Кім көрінген тиісе бергесін, ақыр соңында жазықсыз жандар зардап шегет. Бопты. Тізімге бір қараш. Қарамайым, жыным келеді. Онсыз да жекем сыр бере бастады. Маған бер.
Амансыз ба Рза көке? Пелин жақсымын? Бәрі дұрыс па? Жақсы. Жақсы, бұдан да жақсы болады. Сен қалайсың? Пелинге ашулысың. Сені қиын кезде тастап кеткеніне өкпелісің. Ашулы да, өкпелі де емеспін. Бойымда ешқандай сезім жоқ. Ештеңе сезінбеймін. Тіпсіз тұңғиыққа батып кеткендеймін. Өзіңді Пелиннің орнына қойып көр. Бүкіл жайтқа өзің кінәлі санайды. Саған болан махаббаттан бас тартпақ. Ырза би, қасымда Пелин барда мен бәріне төтеп бере алам. Ол кеткесін бәрі біткендей. Ресторанда, армандарымда, өзімде бәрі бір сәтте ғайып болды. Сөйтсем, Пелинсіз өмірімнің еш мәні жоқ екен, Ырза көке. Сендер бір-біріңді шын сүйесіңдер. Оны түсіндім, кеш болса да түсіндім. Жоқ, басында аңғарғам, бірақ ертең қызың болғанда өзіңде түсінесің, қарағым. Адам қызына ешкімді лайық көрмейді. Күйеу бала дегенде аса жақтыра бермейтінімізде содан болса керек. Менің де біреуге жағынайын деген ойым жоқ, Ырза көке. Сендерді сарсаңға салдық. Ал сендер не істедіңдер? Еңселеріңді тік ұстадыңдар. Осы уақытқа дейін қызымнан бас тартпаған екенсің. Ешқашан берілме, балам. Сіздік үшін. Онда маған көмегіңіз керек, Ырза көке. Алпыс бірінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7-ші арна, 2024 жыл.